Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жуи Синжанова. Бүгін біздер өте дәмді әрі тез дайындалатын пловтың рецептісімен бөлісетін боламыз. Ол үшін біздер бірінші күрішімізді жуып аламыз, суға бұқтырып қоямыз осылай. Міне, енді қалған заттарымыздың барлығын турап аламыз. Арналған приправасы, және де тұз салып жатырмыз. Су құйып, 1 сантиметрдей қана су шығып тұру керек бетінен. Және де былғамаңыздар, араластырмаңыздар пловты. Дәл осылай тұра берсін. Міне әбден піскеннен кейін, бір 10 минуттан кейін, 15 минуттан кейін осылай вилкамен тесіп шықсаңыздар болады. Ішінде су қалмау керек. Және де осылай бетіне қазір салафанмен осылай тарелкамен жауып қоясыздар. Сонда пловыңыз деген езіліп кетпей, жұп-жұмсақ болып піседі осындай отта. Міне бізде дайын болды. Әбден піскеннен кейін ғана араластырамыз пловты. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Отбасыңызға ұнайтынына сенімдімін. Егер сізге рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Біздерге жазылыңыздар.